Мынау қарандыз деген емдік өсімдік қатты болады. Бұны қазір былай сыртын тазалап алғаннан кейін не келсе болмаса балта темірмен астына темір қойып жақсылап ұнтақтау керек болады. Бұлдан жарты қасық жетеді. Мынау қызыл мия, есек мия дейді, разница жоқ. Анау адамдарды шатастыру үшін айта беретін нәрсе. Және де андай өтірік мифтер бар. Жаңағы еркегін ішу керек, болмаса әйелін ішу керек. Оны үшін анау секретін білмесін деп айтатын адамдар ғана ойдан шығарған миф бұл, өтірік. Сондықтан білетін адамнан, ішіп жүрген, қолданып жүрген адамнан ести беріңіздер. Мынаны тазалайсыздар, одан кейін жарты қасық. Бұл бәрі тазалайсыздар дегенмен табуларыңыз өте қиын. Жарты қасық, алма қызыл миядан бір қасық чайный ложка. Екеуін араластырып шайға демдейсіздер. Бір стаканға 200 мл. Содан кейін бұны бір ішкеннен кейін, арбаған 2 ішкеннен кейін жөтел бірден қояды. Осыған ем. Мынау көкемарал. Көкемаралдың бұның қысқа түрі болады, ащы. Мынау ұзын түрі. Ұзын неме қылатын, бұл тәттілеу түрі. Ішуге жаңағы оңай, чем қысқа түрінен көріп. Басқа сұрақтарыңыз болатын болса, WhatsApp-қа 8777-257-1419 жазыңыздар. WhatsApp-тарға тарқатыңыздар, видео пайдалы болса, және каналға жазылып қойыңыздар.